Сәлем, бұл мен Тоғжан. Бүгін әдеттегідей блокноттағы тақырыпты ары қарай жалғастыратын боламыз. Сіздерге минимализм тақырыбы ұнағанын түсініп отырмын. Енді ары қарай соны ашып талдап көрсететін боламын. Ал кеттік ендеше, видеоны соңына дейін қара, каналға тіркел, лайк бас және қолдап қой. Ал кеттік. Минимализм туралы болады, оның ішінде цифровой минимализм. Яғни ат айтып тұрғандай цифровой минимализм. Бұл дегеніміз қазір өзі ақпараттық заманда өмір сүріп жатырмыз. Жан-жағымыздың бәрі онлайн және офлайн түрде ақпараттар өте көп. Біздер шатасамыз, біздің миымызда ақпараттарға толы болған соншалықты біздің энергиямыз иногда қалмай жатады. Көп ақпараттың болуы бұл біздің энергиямыз бен уақытымызды алады. Соның әсерінен біз көп уақытымызды жаңағы Инстаграмға, ТикТокқа, әлеуметтік желілерге жұмсау арқылы керексіз, пайдасыз артық контенттерді көру арқылы, сонымен қатар телефондағы фотолар, видеолар, артық жаңағы чаттар мен группалар, сонымен қатар артық файлдар және де біздің өміріміздегі артық визуальный шумдар, аудиолық шумдардың барлығы бұл біздің өмірімізге әсер етеді. Осы пайдасыз ақпараттардан арылсаңыз, оның орнына сізге жаңа энергия келеді. Және де осы жаңа энергиялар сіздердің мақсаттарыңызды орындауға қайтадан жол ашылады. Сол уақытта өзіңізге кітап оқуыңызға, дамуыңызға, жаңағыдай соңына дейін оқылмаған, қаралмаған курстарыңызды жазуға, оқуға және олар түсініп, практика жасап өмірде қолдануға жұмсасаңыз, және де таза ауада серуендеуге, немесе өзіңіздің хоббиіңізге арнасаңыз, спортпен айналысуға арнасаңыз, сонда сіздің энергияңыз дұрыс жаққа жұмсалатын болады. Яғни түсініп отырғанымыздай, ең керегін ғана өзімізге алып қаламыз. Сол арқылы өзімізге жеткіліктіні ғана алу арқылы өмірімізді былайша жеңілдетеміз. Сол арқылы өзімізге энергия бере аламыз. Күніне 1 сағат уақытыңызды телефонсыз өткізіп қараңызшы. Неге? Себебі біз қазір ақпараттық заманда барлығымыз осы телефонға байланып қаламыз. 1 сағат біз телефонсыз жүре алмаймыз. Мысалы келтірейін, мен өзім Гонконгта болған кезде күйеуіммен бірге, сол кезде күйеуімде мобильді интернет болды. Интернет, яғни менде болмады. Мен мүлдем телефоным былайша айтқанда жай ішінде ештеңесі жоқ, просто так құрылғы болып қалды ғой. Мен оны тіпті қажет еткім келмеді да. Себебі ішінде ақпараттар алайын десем, ақпараттар қарайын десем, менде Инстаграм, ТикТок істемеді. Яғни менде интернет болмады, иә. Соның әсерінен менде кішкене басында қабылдамау болды, ашушаңдық болды. Кішкене күйеуіммен ренжісіп те алдым да. Соның арқасында біз қазір бізді ақпаратты былай бізді салып тастаған ақпараттық заманда, яғни телефонға байландырып қойған. Соның әсерінен біз даже 1 сағат телефонсыз жүре алмаймыз. Сізге енді осыны өзіңіз өміріңізге қолданып көріңіз. 1 сағат телефонсыз жүру. Айтып жатады ғой орыстар, здесь и сейчас өмір сүру. Дәл солай, дәл қазіргі моментті сезініп өмір сүріп көріңіз. Сізге қазір тапсырма беремін. Ол бірінші телефон, жаңа компьютердегі, ноутбуктағы, планшеттегі барлық ақпараттарға чистка жасау. Екінші, телефондағы қолданбайтын приложениелерді өшіру. Бәрімізде қолданбайтын просто тартып алған, жаңа Инстаграмда программаны қоссаңыздар, мынаны қолдана аласыздар деген сияқты ақпараттар бізге тастаған. На самом деле біз оларды мүлдем қолданбай жүргендеріміз де бар. Соларды өшіресіздер. Сонымен қатар телефондағы фотоларды қарап шығамыз, керек емес 3-4 рет түсірілген, онша емес тұрып қалған фотоларды өшіреміз. Сонымен қатар скриндарды да тазалап шығамыз. Төртінші, заметкиді тазалайсыз. Яғни заметкиға бізде жазатындар да бар, бірақ жазып өшірмейді. Ол жерде толып ақпараттар тұра береді. Телефонның да памятін толтырамыз, өзіміздің басымыздың да памятін толтырамыз. Сол арқылы былайша екі жақты да толтырмас үшін. Алтыншы, WhatsApp-тағы группалардан, яғни отбасы, ЖК, мектептегі жаңағы школдағы чаттардан басқа бөлек чаттарды, керек емес чаттарда адамдармен жазысқан перепискаларды сақтамай өшіреміз. Олар бізге ешқандай да керектік туғызбаса, онда өшіріп тастаңыз. Ақпарат былайша артық энергия алмас үшін. Сонымен қатар Инстаграмда жақындарымызды қалдырып, одан бөлек өзімізге ұнайтын блогерлерді ғана қалдырып, қалғандарының барлығы отписка жасаймыз. Себебі миымызды ақпаратқа толтырып керек емес, қызықсыз жаңағыдай жай покупкалардың көрсететін, сонымен қатар жаңағыдай жай боянғаны, мысалы сізге бояну қызық болса, онда оны қалдырыңыз. Егер қызықты емес болса, просто так жазылып керек емес деген сияқты ол немеден отписаться етеміз. Қазір мен сізге 9 пунктты айттым. Егер де орындаған болсаңыз, комментарийға осы тапсырмаларды орындадым деп жазсаңыз, мен қуанып қалатын боламын. Біз ары қарай жалғастырамыз, кеттік. Қазір енді жаңа онлайн ақпараттардан арылуды айтатын болсам, қазір офлайн ақпараттарды тазалау жөнінде айтатын боламын. Ол қалай? Біз яғни ақпараттарды онлайн және офлайн түрде қабылдаймыз деп бастапқы уақытта айтып өттік. Дәл солай жаңағыдай офлайн түрде қарым-қатынас кезінде адамдармен сөйлесу кезде біз ойланбай иногда сөйлеп жібереміз, айтамыз ойымызды. Сондай кезде ақпарат бізде офлайн түрде де басқа бір адамның басына или өміріне, тағдырына әсер етеміз. Өзіміздің сөзіміз арқылы, Енді сол туралы айтамын. Қазақта да айтып жатады ғой, міне басқа бәле тілден, жаңағыдай тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген сияқты. Сонымен қатар сөз сүйектен өтеді деген сөз бар. Сонымен қатар жаңағы 10 күнәнің 9-ы тілден деген сияқты сөз бар, Одан бөлек сөз тағдырға әсер етеді деген де сөз бар.
Сол үшін де қарым-қатынас кезде адамдармен жеке границасына кірмеу керек, және де тілімізді басқарып үйренуіміз керек. Тілге команда беретін бұл өзіміз, тіліміз өздігінен сөйлемейді. Тіл айтарын айтып алып, артынан ми қиналады ма, неге мен оған ауыр сөз айттым, қатты айтып қойған жоқпын ба деген сияқты. Ол да біздің энергиямызды алады. Сондықтан да дәл қазір айтып отырғанымыздай тілімізді де кішкене саралаймыз. Не айтып жатырмыз? Оған да қазір сіздерге тапсырма беретін боламын. Бұл тапсырма тоже орындасаңыздар, комментарийға жазыңыздар. Тапсырма бірінші бір апта бойы өзіңіздің айтып жатқан сөздеріңізді бақылауда ұстаңыз. Не айтып жатсыз? Тіліңізде қандай сөздер шығып жатыр? Ішіңізден не ойлап тұрмын, не сөйлеп тұрмын деген сөзді үнемі өзіңізге қойыңыз. Сөйлемей тұрып бірінші ойланып алыңыз деген сияқты. Екінші тапсырма, айналаңыздағы адамдарға, жақыныңызға, танысыңызға, группаласыңызға, жаңағы коллегаңызға тек жақсы сөз айту. Ешқандай жақсы сөзіңіз болмаса, просто үндемеу. Өсек біреуді әңгімелеу. Біреу подружкамызбен кездесеміз или біреумен кездессеңіз, біреуді әңгімелеуге асығып тұратындар болады. Солай емес. Енді әңгімелейін деп жатсаңыз, өзіңізге стоп қойып, жоқ, басқа нәрсе айтамыз, даму туралы айтамыз, кітап туралы айтамыз деген сияқты ойыңызды басқа жаққа өзгертіп жіберу. Бір апта бойы өзіңіздің тіліңізді бақылаңыз. Бесінші, өтірік айтпағымыз. Егер де өтірік айтып қойсақ, жоқ, мен бұл жерде өтірік айтып тұрмын, кешіресің, былай емес, на самом деле былай болған деген сияқты түзеп, ары қарай дұрысын айту. Тіліңізді былайша айтқанда өзіңнің орнына қоямыз, және де ол сізге бағынатындай сөйлейтін боламыз. Ал егер де осы тапсырмаларды орындаған болсаңыз, комментарийға маған қай тапсырмаларды орындағаныңызды жазып жіберіңіз. Сонымен осы цифровой минимализм сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Онлайн және офлайн түрдегі қайсысын сіз жиі қолданып жүрсіз, және де қайсысын өміріңізге енгізгіңіз келеді. Осы туралы да жазып өтіңіз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.